Дүние жаңарады бұл күні, барлық әлем ағарады бұл күні. Табиғаттың маужырайды келбеті, көкте күннің сәулесіне сыр тұнып. Көңілдердің тарасыншы салқыны, той-тойлайық әдебі мен салтының. Дастарханы жақсылыққа жайылып, аққа толсын кең пейілді халқымның. Наурыз, наурыз жыл басы, жүрейік көрісіп сырласып. Көкте күн тұрсыншы нұры шашып, берекелі қазақ елі. Көктем жетті, көл көсір шуақ құрып, қыста ұзап барады жылап тұрып. Шатырында үйлердің наурызда жүр, мұз көрпесін ақпанның лақтырып. Қашанда құт береке орнасын деп, тойларда шашу-шашу салт елімнің. Уа халайық, теріп ал мәмпәсиді, қабыл қылсын халқымның ақ тілеуін. Армысыздар, ұлыстың ұлы күнін тойлауға жиналған барша ағайын. Қайырлы күн мейрамға жиналған барша қадірлі көрермендер. Бүгінгі ұлыстың ұлы күні, ата-баба сөзімен айтқанда ақ түйенің қарны жарылған күн. Наурыз мейрамы, бұл көктем мен еңбектің мерекесі, күн мен түн теңесетін күн. Бұл мейрам 22 наурыздан 19 сәуірге дейін тойланатын ұзақ мейрам. Көктем мен жаңа күн мерекесі. Қыстан аман шықтық, бір ісіміз бітті, бір жастарыңызбен ағайын, әз наурыз құтты болсын. Сүйінші халқым, сүйінші, бәріне хабар той бүгін. Шаттан ата анамыз, шаттан ата ағамыз. Батыр келді өмірге, батыр келді сүйінші. Әп бәрекелді, беріңдер мұна баланың сүйіншісін. Сенің атың батыр, сенің атың батыр, сенің атың батыр. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз балам,
тақымыңды жаз балам, қадамыңа қарайын, басқаныңды санайын. Балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Қарсы алыңыздар, батыр баламыздың сүндет тойы болатын күн келіп қапты. Құрметті көрермен, көрімдіктеріңіздер балаға көңілі қалмасын. Бүгін ерекше күн. Бүгін кішкентай батыр баламыздың атқа мініп ел алдына шығып отыр. Қоржынға көрімдік салыңыздар. Баламыздың сүндеті құтты болсын ағайын. Болмасы, алда үлкен өмір, үлкен жол күтіп тұр. Жолың ашық, қадамың құтты болсын. Құрметті қонақтар, біздің батыр баламызға ду болып балақтарыңыз болсын. Бүгін елімізде үлкен той, сүндет той. Жолың ашық, қадамың құтты болсын балапан. Азамат болсын ардақты, мінезі болсын сылмақты, өнері болсын жан жақты. Осы айтқанымның бәрі қабыл болып, Тәңірім берсін зор бақты. Құрметті көрермендер, сахнада 2-ші сынып оқушыларының орындауында хор Наурыз. Болсын наурыз жылдың басы,
Рахмет. Кішкентай балапандарымыздың өнеріне. Бүгін біз бір ғана қуанышты емес, тұтас өмір жолын көріп отырмыз. Сәбилік шақтан басталған жол бүгін үлкен қуанышқа ұласты. Азамат ұлымыз шаңырақ көтеріп, ауылына келін түсіріп отыр. Енді ақ жаулықты келінімізді құрмет қошеметпен қарсы алайық. Барған жерде бағың гүлім ашылсын, балалығың енді бүгін басылсын. Ақты төсеп, өз қолымен атанаң, көзде тұнған қимас жасын жасырсын. Өз еліңнің нақ сенімін ақтай біл, барған жердің өз дәстүрін сақтай біл. Не болса да сол жұртыңа сіңісіп, сүйеу болар күйеуіңді жақтай біл. Қош періштем, еркелеген асылым, қимастықтың жасын сүрттім жасырын. Табиғаттың берген сыйы сол болса, бір Аллаға періштемді тапсырдым. Ақ көйлегім, әдемі жаным, өтіп кетер қыз ғұмыр сағым. Жан жарыңа аманаттадым, болмасын деп қабағыңда мұң. Ақ еркем, жан еркем, ұзатып тұр бар өлген. Балалықпен қоштасасын, ана танып әлі ерте. Ұзатамын өзіңді шалғай, болар екен ғұмырың қандай. Ата-анаңның үмітін ақта, өнегесін қолатып алмай. Ақ еркем, жан еркем, ұзатып тұр бар өлген. Балалықпен қоштасасын, ана танып әлі ерте. Қош аман бол ерке құлыным, анасы ұстап өрген нұрымын. Сәукелеңнен сәуле төгіліп, құрылады отауың бүгін. Ақ еркем, жан еркем, ұзатып тұр бар өлген. Балалықпен қоштасасын, ана танып әлі ерте. Бақытты бол ақ еркем. Ал енді құрметті қонақтар, сахнада Ақнұр Байлина жетекшілік ететін вокалдық топтың орындауында Ақ құсым әнін қабыл алыңыздар. Әнші болу арманым, әнді жаным сүйеді. Неге мені естісе, анамға бақыт тиеді. Сәби кезде бәріміз естіп өстік емес пе? Әне бірге әнленген бесік жыры киелі. Мен анамның қардай ақ қолсы, мен
біздің кішкентай жұлдыздарымызға құрмет қошеметтеріңіз болсын. Ал ендігі кезекте құрметті қонақтар, әсем әннен кейін думанымыз жалғасын табады. Ауылымызға келін түсіп, қуанышымыз еселене түсті. Ендігі кезек қазақтың ең көркем салттарының бірі беташар рәсімі. Келініміздің бетін ашып, елмен таныстырайық. Қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Алдыңнан туған кезде арман айын, қазығын қуаныштың балғалайын. Біз қазақ қожаймыз әлімсақтан жылулық сыйлайтұғын барға ғайын. Ендіше бүгінгі дүбірлі той құтты болсын, тойларға қош келдіңіздер, ардағайын. Мінекей, бүгін бас қосқанда екі ғашық ағайын күтіп отыр етін асып. Қошеметті қаттырақ соғыздар, берейін жас келіннің бетін ашып ағайын. Тотыдайын таранған, сұңғардайын сыланған, ару жібек бар мекен, құлап түскен қошшыдан, ұлаң шашың иыққа, бойыңда бір мін бар мекен, көзі қиылып, құдай мойын иеліп, ақ маңдайлы ақша бет, жүрекке салмас қалай бер, ақ қабағың үзілген, тісің мербер тізілген, бейне бір жүзің бар мекен, атарытып, тон тозып, алтай жүріп, жол кезіп, келіп тұрған алыстан, төлегендей мырзаның оу, арманы сірә бар мекен ай. Оу, келін келді, келіңдер, көрімдігін берің, келін көрімдігін бер, маған енді еріңдер, шашуды да шашыңдар, қиқулап жүр төгіңдер. Келін келіп тұр, ақ отауға еніп тұр, айналайын ақ келін, келген жердің іргесін әрқашанда берік қыл. Осындағы қалың ел үміт күтер бір сенен, ең әуелі иіліп, осы араға бер сәлем. Жиған жұрт ағайын, болғаңа бір сәлем. Бүлкілдесін көмейім, жырдан маржан төгейін, ата баба салтымен жаңа келген келіннің бетін ат берейін ай. Оу, келін келсеу ағайын, қуанасың, бақ келіп босағаңдау сығаласын. Ақ келін ақ қадамың құтты болып, басыңды текті ұлмен құрағансың. Үлгіндірдің алдынан кесіп өтпей, әрбір айтқан сөздерін құбаларсың. Бесіктегі сәбейің жыламасын, жиылған көрпешігін құламасын. Ал ағайын ақ жол тілеп ақ келінге, аямай қошеметті ұраласың ай. Келіні шаршама, қола аяғың талса да, иіліп сәлем беріп қой, осында жиылған баршаға. Бәрі де сенің туысың, бәрі де сенің арасың. Халқым сізге рахмет, осымен бітті жұртым ай. Жабы жұртқа бір сәлем.
Алқа жұртым той думан ортамызда ашайық, ән мен күйді төгіз, інжу маржан шашайық. Наурыз мейрам жүректерге нұр сепкен, маңдайымнан сүйіп жатыр нұр көктем. Жарығыңмен, шуағыңмен күн ана, алып келдің жер бетіне гүл көктем. Осындай әсем көңіл күйді жалғастыру үшін сахнаға музыка пәнінің мұғалімі Ақнұр Байлина және оның шәкірттері. Сіздердің назарларыңызға Наурыз думан әні ұсынылады. Құрмет, қошеметпен қабыл алыңыздар. Наурыз күнігі жердің төрігі, бауыры жолып науатқар, бабымен ғана жібейді. Наурыз күнігі жердің төрігі, шашылы бұрыш шанақтан, шақырып бүрі-бүрейді, шаттанушы едік бүрейді. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Осынау үйгі кең жерге наурыз айы келгенде, наурыз тойы болғанда, келіп ем өмір орманға. Осынау үйгі кең жерге наурыз тойы келгенде, көрмегендер де арманда, арманда оны көргенде. Наурыз айы келгенде, наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Музыка пәнінің мұғалімі Ақнұр Байлина және оның шәкірттеріне ду қол шапалақ. Қанеки қырсылай жалғасың, қосылып жасқа жасың, басқа басың. Барайық келер жылға төрт көз түгел, аман боп, алыс жақын кәрі жасың. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ол кісіден баталса, сондол жалы жол болар демекші. Бүгінгі тойға қызыр бабамыздан бата сұрайық. Ба әлеумет қолың жай, қарық қып құтты наурыз, қазанға толсын саруыз. Ұлыстың ұлы күнінде, көппенен бірге күлімде, жарасып көңіл қоштыға, бексін халық достыға,
алдыға сыймай сәбилер, құшағын жайсын жаң үйлер, әспеттеп ата дәстүрін, әсем боп өссін жас буын, кірбің тартпасын кәрлер, барыңның дәмді нәрім бер, құтты болып жаңа күн, бақытты бол бәріңде, әумин. Әумин. Ақ ботаның күшімен еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңыраққа құт береке қонсын. Құрметті ағайын, ардақты қонақтар, бүгінгі мерекелік бас құттығымызға арнайы ат басып тұрып, қуанышымызға ортақтасуға келген қадірлі қонақтарымызды таныстыруға рұқсат ет. Ортамызда ел ағалары, ардақты ақсақалдар, ауылымыздың сыйлы азаматтары, білім саласының өкілдері және құрметті ата-аналар отыр. Баршаңызға мектебіміздің, ұжымымыздың және шәкірттеріміздің атынан шынайы алғысымызды білдіреміз. Олай болса, құрметті қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Алматы облысы білім басқармасының басшысы Жұманов Қайрат Ізбасарұлы. Кеген ауданының әкімі Теңізбаев Нұрбақыт Молдахметұлы. Қонаев қаласы бойынша білім бөлімінің басшысы Құрманалиева Мөлдір Ахметжан қызы. Жетісу облысы мәслихатының депутаты Алтынбеков Жалғас Дәулеткелдіұлы. Талғар аудандық білім бөлімінің әдіскері Абилтаевна Анар ханым. Республикалық Ділмар шешендік өнері үйірмесінің президенті журналист Жарқын Сәленұлы. Жаркент айнасы газетінің бас редакторы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Молот Солтанаев аға. Өнер қырандар театрының белді акторы Мелс Наурызбеков. Дошыбеков Ринат, киноактер, жеке кәсіпкер, ұлттық қызметінің үздігі, әке мен бала қарым қатынасының тәрбиесін ролик арқылы әлеуметтік желіде көрсетіп жүрген азамат. Жеке кәсіпкер, құрылыс саласының маманы, Жетісу облысы мәслихатының депутаты, ұлттық құндылықтар одағының мүшесі, меценат Сейітбеков Мақсат Серікбайұлы. Қазақстанның үздіксіз білім беру ұйымының Алматы облысы филиалының директоры Ахметжанова Индира Тұрсынбековна. Қазақстанның көрнекті грек-рим күресінің балуаны 2024 жылы Парижде өткен Олимп. Және ел азаматтары меценат Дулат Әбіш, Рауан Орынтай, ел азаматы Мирас Байтұрсынов кәсіпкер. Құрметті қонақтар, мерекелік концертімізге қош келдіңіздер. Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз жасампаздық пен жаңарудың, береке мен бірліктің, татулық пен ізгіліктің мерекесі. Бұл күн өткен мен бүгінді сабақтастырып, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтайтын ерекше тарихи сәт. Бүгінгі мерекелік шара аясында мектебіміздің ауласында тағы бір тағылымы мол, елдік мәні зор тарихи сәттің куәсі болғалы тұрмыз. Облыс, республика көлемінде орын алып жатқан игі бастама мектебімізде жалғасын тауып, биіктігі 15 метрді құрайтын көк туымызды тігіп, салтанатты түрде көтеру рәсімі өтпек. Олай болса, құттықтау сөз кезегі және ту көтеру рәсіміне Кеген аудан әкімі Нұрбақыт Молдахметұлы, Жаркент айнасы газетінің бас редакторы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Молот Мұсаұлы атамызды және Алтынбеков Жалғас Дәулеткелдіұлы Жетісу облысы мәслихатының депутатын ортаға шақырамыз.
армысыздар ағайындар. Көктем келіп, жер көгеріп, дала ғажап түргенді деп ақындар бастайтын. Сол сияқты көктемнің қуанышты шаттық гүліменен көгілдір түске енетін, әртүрлі кейіпке түсетін біздің бүлдіршіндерімізден бастап үлкен аналарға дейінгі қуанышпен қарсы алатын мейрам құтты болсын. Ұлыс оң болсын дегім келеді. Бүгін қазақ елінің осында ортасын ойып тұрып үлкен жаңалық болып жатқан ол мынау білімгер мектебінің бүгін күні ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз тойын тойлауы. Оның да өзінің әртүрлік себебі бар. Біздің мемлекетіміздің жан жаққа кез келген мемлекеттікке шыққан кездегі алдыменен көрсететін төлқұжатымызда тұрған мынау ту ілініп жатыр екен. Олай болатын болса, осы көк байрағымыз әрқашанда желбіреп тұрсын дегім келеді. Әнұранымыз көкте шалықтасын. Сол сияқты ағайындардың бәрі де жақсылықтан жақсылыққа жете берсін дегім келеді. Енді артымда інілерім сөз сөйлегелі тұр, сондықтан алдыменен бата жасап қояйық, одан кейін бәрі ашық болсын дегім келеді. Ал ағайындар, Құдайым оңдасын, қызыр бабам қолдасын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, әр шаңырақтан өріп шығар, төлдеріңіз мол болсын, көк жасыл бел болсын, қазыналы ел болсын, одан қазынатын шығатын, бізге тиетін байлыққа шығатын орасан кен болсын, ағайын туғанның барлығы біріккен ел болсын. Ал Құдайым ырыс бер, сен дұрыс бер, сол ұрысты ұстай алатын, қанағатшыл уыс бер, қасыңда жанасыр болатын, ағайын жекжат туыс бер. Әрқашанда алдымыздағы балаларымыз білім алып жатқан мыйлы болсын. Оған білім беріп жатқан мұғалімдеріміз ел жұртына сыйлы болсын. Аллаху акбар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қуанышқа жиналған қауым, құрметті ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер. Бүгін үлкен игілікті бастама қуанышты сәттің куәсі болып отырмыз. Бұлақ көрсе көзін ашып, осындай біздің кішкентай ұл қыздарымызға жағдай жасалып білім алуына арналған білімгер мектебінің салтанатты ашылуына келіп отырмыз. Білімгер мектебі тек қана бұнда білім ордасы ғана емес, болашақ ұлтты тәрбиелейтін үлкен қасиетті қара шаңыраққа айналсын. Осы қара шаңырақты мектебімізді салып беріп, балаларымыз бен қыздарымызға жағдай жасап беріп отырған Айдын ағамызға ел жұрттың атынан мың алғыс айтамыз. Айдын аға, үлкен рахмет. Сізге Алла разы болсын. Білім мектеп кеме, білім теңіз дейді. Осы мектебімізден болашақ елге адал қызмет жасайтын ғалым ғұламалар шықсын, елге адал қызмет жасайтын министрлар, президенттер шықсын демекпін. Бүгінгі шара құтты болсын, кішкентай болашақтарымыздың ғұмырлары жарқын болсын. Құтты болсын бәрі. Ізгілік тілектеріңізге үлкен рахмет. Олай болса. Ассаламуалейкум барша қонақтар. Бүгінгі керемет игі шара құтты болсын. Мына білім ордасы тек қана осынан мықты қазақтың ел азаматтарын шығаратын үлкен қара шаңырақ болсын, көк туымыз қияметке дейін мәңгі желбіресін, осындай білім ошақтары көбейе берсін, еліміз өркендеп өсе берсін, осы қара шаңырақтан елін әлемге танылатын азаматтар шыға берсін. Айдын Кеңесбекұлына үлкен рахметімізді айтамыз, Алла разы болсын. Сіздерге де үлкен рахмет, ізгі тілектеріңіз қабыл болсын. Олай болса, осы тарихи сәттің куәсі болып отырсақ, 15 метрлік туымыз құрайтын көк туымыздың лентасын кесуге қадірлі қонақтарымызды шақырамыз. Ал құрметті ағайын, бүгінгі мерекеміз тек қана қуаныш емес, жүрекке жылу сыйлайтын ерекше күн, тарихи сәт. Осындай берекелі сәтте көк туымызды көкке көтеру біз үшін үлкен мақтаныш. Бәрекелді қошеметтеріңіз.
Ал құтты болсын, қошеметтеріңіз. Ендеше осы сәттің, қасиетті сәттің куәсі болайық. Көк туымызда көкке көтеру үшін Париж Олимпиадасының жүлдегерін Демеу Жадыраев ағамызды ортаға шақырамыз. Білімгер мектебінің балапандары Демеу Жадыраев ағамыздай мықты болсын, спортшы болсын деген ақ ниетпен. Міне, қадірлі ағайын, құрметті туысқандар, жалпы білімгердің шәкірттері Демеу Жадыраевтай қазақ елін әлемге танытатын мықты азаматтар болсын деген ниетпен қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Алыстан келген құрметті қонақтар, кішкене бері қарай жақындасаңыздар болады. Ел ағалары, құрметті қонақтарымыз, кішкене бері жақындаңыздар. Енді ағайын туыс ата-ана өзіміздікі, ел ағалары, туысқандар, келіңіздер. Құрметті қонақтарымыз, құрметті ел ағалары, қолдап қошеметтеп қойыңыздар. Көк туымыз көтеріліп жатыр. Байрағымыз, көк туымыз биікке көтерілді ағайын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ердеген далқамыз шақты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қан салған уақытта мәңгілік досындай, біздің ел бақытта, біздің ел осындай. Үлкен рахмет. Баршаңызды орындарыңызға жайғассаңыздар болады. Үлкен рахмет. Біздің білімгер мектебіміздің балапандарының барлығына сіздердің жолдарыңызды берсін. Олай болса, келесі кезекте еліміздің бірлігін, тәуелсіздігін және мақтанышын сезіне отырып, сахна төрінде келесі әсем әнді тыңдайық. Көк тудың желбірегені. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын біздің балапандарға. Сахна төрінде көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқаны денені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі. Жан жаққа тартпай
болмай қазағым бір сөзге жинау дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені көк тудың желбірегені бақыттың елжірегені қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені көк тудың желбірегені Рахмет, көк туымыз мәңгілік осылай көкте желбірей берсін. Келіңдер наурыз тойға бәрің бүгін аямай өнерпаздар ән мен жырын тойлайық халық тойын наурызымның шуағын жерге төккен бақыт күнін. Келіңдер наурыз күнін қарсы алайық, билейік, жыр салайық, ән салайық. Қаһарлы қыстан өтіп наурыз келді, арқаңды кеңге созшы, уа халайық. Осымен мерекелік рәсімдеріміз аяқталды, бірақ ең қызықты сәт енді басталады. Сахна төрінде біздің мектептің талантты оқушылары, мектебіміздің кішкентай жұлдыздары сіздерді өз өнерлерімен қуатпақ. Алдарыңызда өнер көрсететін бірінші сынып оқушылары Рысқазы Батыр және Қасен Әлиханның орындауында асық әні. Oyunu, durma bir tıkla.
Ендігі сахнада біздің мектептің талантты жас музыканттар оркестрі. Оркестрдің орындауында жастар күйі. Жетекшісі домбыра үйірмесінің жетекшісі зерттеуші педагог Сержан Бексейітұлы. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі наурыз тойын спорттық ойындарсыз елестету мүмкін емес. Бүгінгі мерекелік шарамыздан бөлек спорттық ойындардан да жарыстар ұйымдастырылуда. Боз кілемнің жанында барсаңыздар, сол жерде спорттық ойындардан да жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Олай болса, келесі кезекте құрметті қонақтар, оркестрдің әсем әуенінен кейін сахна төрінде кезекті номер Илигай сәулем әні орындайтын бірінші сынып оқушысы Мәдіғұл Мәрия. Қошеметтеріңіз. Кішкентай жұлдыздарымызға ду қол шапалақ болсын.
қолдап отырайық кішкентай жұлдыздарымызды. Айналайын қарағым, қара қасыңа қап, қара мақпал шөбедей, қара шашыңа. Илигай сәулем, илигай сәулем, илигай-ай. Илигай, илигай сәулем-ай. Илигай сәулем-ай. Керемет, рахмет, кішкентай Мариям қыздарыңыз. Сахнада біздің мектептің мектеп алды даярлық тобының орындауында әжетайым әнін қабыл алыңыздар. Айналайын әжемнен бақыт байлық әкелген, өмір жүгі өзіңнің көрінеді көзіңнен. Абзал ана әжешім, ән салады көкешім, балалардың бағына әрқашанда керексің. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Айналайын ағажым, өзің ғана бағажым, маңдайымнан сипайсың, әлемдегі дара жем. Өзің барда еркемін, қуана кешердемін, бақытымын сен барда, айдай әжем көркемін. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Айналайын әжемнен бақыт байлық әкелген, өмір жүгі өзіңнің көрінеді көзіңнен. Абзал ана әжешім, ән салады көкешім, балалардың бағына әрқашанда керексің. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Әже, әжетайым, еркелей қараймын, сен жүрсең ортада, бақыт деп санаймын. Рахмет, біздің кішкентай бүлдіршіндерімізге ду қол шапалақ болсын. Келесі кезекте сахна төрінде біздің мектептің әсем қыздарының орындауында Әлқиса биі. Әсем қыздарының орындауында би Әлқиса бишілер тобы.
Тау жаңғырды кіл тоянды ән аунап, жылауызды таңда атты алаулап, елдері тер жамандықтың барлығы өткен жылмен бірге кетсін әр аула. Әз наурызды асыған сар халқының, сағынғандар дәстүр салтын танытсын. Ұлыс ырыс жылдың басы әз мейрам, қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық дарытсын. Мейіріммен күлім деп, еркелеткен күнім деп, аяулы әжем менің. Бар маған арнайтын, жанын салып қорғайтын, саялы әжем менің. Өзіңізден аумаймын, ізіңізді жалғаймын, жүзіңізді жайнатып әнімді арнаймын. Әже, еркелейін сізге, қыз көтем жас күзде, жыр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Алтын гауһар жақұтым, бар байлығым бақытым, қымбатым әжем менің. Аман жүрші ауырмай, жақсы көрем жанымдай шын қаттым әжем менің. Өзіңізден аумаймын, ізіңізді жалғаймын, жүзіңізді жайнатып әнімді арнаймын. Әже, еркелейін сізге, қыз көтем жас күзде, жыр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Әже, еркелейін сізге, қыз көтем жас күзде, жыр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Әже, еркелейін сізге, қыз көтем жас күзде, жыр жанымызда. Әже, шаттық сыйлап бізге, жете берші жүзге, шын бағымызға. Рахмет, құрметті ер азаматтар,
Бізде киіз үйдің жанында қол күрес спорттық ойындары бар. Жазылып қатыссаңыздар болады ер азаматтарға. Олай болса, келесі кезекте бізде сахна төрінде ана туралы попури орындайтын бірінші А сынып оқушылары. Хор ана туралы попури. Қабыл алыңыздар. Біздің балапандардың келесі кезектегі әні сіздерге Дастархан хор бірінші А сыныбы. Дастархан
Рахмет, кішкентай балапандарымызға ду қол қошемет. Бірінші В сынып қыздарының орындауында әшекей биі. Спасибо. Так, следующий номер на сцене нулевой В и первый В классов. В их исполнении прозвучит яркая и праздничная композиция «Наурыз». Гости в доме собрались, ага, удать згадай, встретить праздник Наурыз, ага, удать згадай, вали Наурыз кожен, бір, екі, үш, төрт, от казанки
Спасибо нашим милым девочкам. А сейчас на сцене вашими бурными аплодисментами второй В-класс хор «О весне». Вашими бурными аплодисментами, наши гости. А весной снег повсюду тает, а весной птички запевают. Чик-чирик, чик-чирик, птички запевают. Чик-чирик, чик-чирик, птички запевают. А весной солнышко проснется, а весной деткам улыбнется. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, деткам улыбнется. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, деткам улыбнется. А весной зацветут цветочки, а весной мы сплетем веночки. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мы сплетем веночки. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мы сплетем веночки. Рахмет. Келесі кезекте алдарыңызда 2-ші, 3-ші, 4-ші сынып оқушыларының орындауында рух әні қабыл алыңыздар. Назарларыңызға 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптардың орындауында рух әні. Құрмет, қошеметпен қарсы алайық балапандарымызды. Тасып жатыр бойда батыр рух, шегір толы жүректерде рух. Тасып жатыр бойда батыр рух, сөйлер сені тірегінде рух. Жасай берсін мәңгі батыр рух. Ей сардар жатпа текке көтер кеуде, аспан жердің иесі найзағайдай лаулы көкте. Исаңдар қайтпа текке, алған бетте көзді шетте, кең даланы қадірлеуі бабаларың басып өткен. Жалында ер үшін, жалында жер үшін, егерде қажет болса жаны берем сен үшін. Жалында ер үшін, жалында жер үшін, ол сенің борышың, ол менің борышым. Жалында ер үшін, жалында жер үшін, егерде қажет болса жаны берем сен үшін. Жалында ер үшін, жалында жер үшін, аманат болған жер біз үшін.
әлемнің 8-ші кереметі ең ғажап еркін ел қазақ байтақ жерім асу белім қазақ елім менің ата мекенім сұлу ғажап мекенім барға мақтан етемін қазақ елім менің ата мекенім қазағым қазағым Рахмет. Келесі кезекте концертіміздің қорытынды номері ең кішкентай өнерпаздарымыз алдарыңызда дуэт Темірлан мен Алидің орындауында өз елім әнін қабыл алыңыздар. Келгенде көктемі көңілін гүл басқан шырағы көктегі жұлдызбен сырласқан өз елім менің өзегім менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай тілегі сендер тірегі сендер сол елім назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің ақ күмбез астығы асқар боп өрлеген жауында жастығы жүлдені бермеген өз елім менің өзегім менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай тілегі сендер тірегі сендер сол елім назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің бұзылмас қамалың батыры уақыттың тербелген самалы бесігін бақыттың өз елім менің өзегім менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ай тілегі сендер тірегі сендер сол елім назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің ай тілегі сендер сол елім назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің Рахмет, ду қол қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, сахнаға қарай келсеңіздер.
біздің білімгер мектебін наурыз мерекесімен құттықтап, өнер жұлдыздары келіп жатыр. Сахнаға қарай, бері қарай жиналсаңыздар, алдарыңда қазақ эстрадасының жұлдызы, әнші Руслан Сатай. Ду қол қошеметтеріңіз. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты болған ағайын, қалдарыңыз қалай? Мереке құтты болсын. Қатырақ қошемет ұрып қойыңыздар. Мына келіп жеткен ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Алланың қалауымен осында Айдын ағамыздың бастауымен ашылып жатқан білімгер өнер ордасы құтты болсын, берекелі болсын, ардақты ағайын. Осындай бейбіт заманымызда көк туымыз қашанда биікте желбіреп, қазақ елі жасай берсін. Өсіп келе жатқан, осында білім алғалы жатқан ұрпақ саналы, салиқалы, мықты ел басқаратын мықты ұрпақтан болуын нәсіп етсін Аллах тағала. Мереке құтты болсын. Осында тағы да айта кетейін деген, мен Руслан Сатай деген қазақпын. Айдын ағамыздың бауыры болып келем. Осында бабамызға басына үлкен тасын орнатып, саябағын ашып жатқан бабамыздың ұрпақтары, әкелеріміз, көкелеріміз бар. Сатайлар, жасай беріңіздер. Сіздерге мың алғыс. Сіздердің құрметтеріңізге керемет әндерімізді алып келген осында әкелеріміздің, көкелеріміздің шашбауын көтеріп келіп жатырмыз. Тарту өтеміз, қабыл алыңыздар, ортаға келіңіздер. Бүгін қуаныш, бүгін мереке, бүгін той. Тойлайық, билейік. Жібер! Қошемет ұрып отырайық ағайын. Баршамыз ортаға шығып билесек те болады. Бақыт Беделханұлы ағамыздың өлеңіне жазылған Ерлан енді ашпағамыздың әні. Қабыл алыңыздар. Шолпаным оятқан таңымнан, құстарым оятқан бағымнан, жоғалтып алсам да жанымнан, адасып жүрсем де жолымнан, оңымнан табардай солымнан, іздеймін мен сені жаным, ау іздеймін, іздеймін мен, күн болып шығайын алдыңнан, ай болып тұрайын соңыңнан, сен іздеп аспанда сабылып, жұлдызды жүректер соғылған, жетелеп жүрсем деп қолыңнан, іздеймін мен сені жаным, ау іздеймін, іздеймін мен. Сөзімсіз, жүректе соғады сезімсіз, сезімсіз болса егер сенімсіз, көлдерде болады көңілсіз, көңілсіз қалардай өзіңсіз, іздеймін мен сені жаным, ау іздеймін, іздеймін мен, өзіңсіз көрінбей маңайым, аңсаймын арманның арайын, құстардың соңына еремдеп, көрдім ғой өмірдің талайын, сол құстай шын бақыт табайын, жаным, ау іздеймін, іздеймін мен. Тамаша, бәрекелді, той-тойға бассын. Ай, тамаша, бәрекелді, той болғаннан кейін осындай болу керек.